Сәлеметсіздер ме, екінші сынып білім алушылары? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жұрнақ пен жалғау. Бүгінгі сабақта сіздер жұрнақ пен жалғауды ажыратуды үйренесіздер. Олай болса, өткен сабақты еске түсірейік. Алған білімдерімізді қорытындылай келе, сөз құрамы екіге бөлінеді. Яғни сөз бізде түбірден тұрады және қосымшадан тұрады. Түбір сөз дегеніміз сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігі. Ал қосымша түбір сөзге жалғанатын сөздің бір бөлігі. Қосымша екіге бөлінеді: жұрнақ және жалғау. Қосымша жұрнақ жалғау болып бөлінгенде, сөздің мағынасын өзгертетін қосымшаны біз жұрнақ деп атаймыз. Жұрнақтың белгісі көрсетілген үшбұрыш сияқты. Мысалы, футболшы, оқулық. Футболшы сөзінде футбол түбір сөз, ш жұрнақ. Оқулық сөзінде оқу түбір сөз, лық жұрнақ. Ал сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшаны біз жалғау дейміз. Жалғау сөздің мағынасын өзгертпейді, тек қана қасында тұрған сөзбен байланыстыру үшін ғана қолданылады. Жалғаудың белгісі төртбұрыш сияқты. Мысалы, футболды оқуға түбірі футбол және д жалғау. Оқуға сөзінде түбірі оқуға жалғау. Олай болса, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. 1 ақпан сынып жұмысы. 62-ші жаттығуда өлеңді мәнерлеп оқып шығайық. Енді өлеңді оқып болсақ, қарамен жазылған сөздер, үш сөзді дәптерімізге жазып, сөз құрамына талдайық. Балалар, тексерейікші. Біздер сөзінде түбірі біз, дер, жалғау. Допты сөзінде түбірі доп, т жалғау. Торға сөзінде түбірі тор, ға жалғау. Жарайсыңдар. Енді 63-ші жаттығуды өзіміз орындаймыз. Берілген сөздерден 3 сөйлем құрап жазамыз. Келесі 64-ші жаттығуда қазір орнымыздан тұрып, денемізді сергітіп алайық. Ол үшін оқулығымызды алып, орнымыздан тұрамыз. Өлеңді оқып, оның ішіндегі қимылдарды жасап көрсетеміз. Қанеке бірге оқиық. Денені тік ұстағын, екі аяқты жұптағын. Оң қолыңды оң тұсқа, сол қолыңды сол тұсқа. Созғындағы тұрмында бірде төмен, жоғары, келтір тағы қимылға. Мұзафар Әлімбай. Балалар, енді осы өлеңнің ішінен антоним сөздерді тауып, дәптерімізге жазып алайық. Келесі қалыптастырушы бағалау тапсырмасы кестемен жұмыс. Дәптерімізге кестемен жұмыс деп жазамыз және осында берілген кестені сызамыз. Кесте сызғанда 4 бағанға бөлеміз. Бірінші баған түбір сөздер, екінші баған жұрнақ жалғанған сөздер, үшінші баған жалғау жалғанған сөздер, төртінші бағанға жұрнақ пен жалғау жалғанған сөздер. Қазір осы бағандардың астына біз сөздерді жіктеп жазамыз. Сөздер мінеки берілген: май, өнерлі, аспаз, шаш, кітапханаға, сабын, бишілердің, дәрігер, мойынды, қолдан, аталар, малшылар. Міне осы сөздерді 4 бағанға жіктеп жаза қояйық. Үй жұмысы 30-шы бетте 65-ші жаттығуды жазбаша орындаймыз және жұрнақ пен жалғаудың ережелерін жаттап келеміз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.